Сонымен математика пәнінен бізде бүгін жаңа сабақ, 110-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы монеталардың құны. Яғни бұл сабақтан сен қандай монеталар болатынын білетін боласың. Сонымен қатар ақша, теңге, монета ұғымдарымен танысасың. Алдымен тақырыпты мұқият түсіну үшін бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада былай дейді: балалар жинақ қобдишаны ашпақ болды. Жинақ қобдиша дегеніміз копилка, иә? Жинақ қобдишада қандай монеталар болуы мүмкін? Оларды ата дейді. Яғни, мұнда қазір біздің қолданып жүрген қолданыстағы монеталарымыз берілген. Бұл монеталардың барлығын сен күнделікті өмірде көріп жүрсің деп ойлаймын. Ендеше, осы қобдишаның ішінде қандай монеталар болуы мүмкін? Оларды атайық. Қобдишаның ішінде 1 теңгелік монета болуы мүмкін, иә? 2 теңгелік монета болуы мүмкін. 5 теңгелік, 10 теңгелік, 20 теңгелік, 50 теңгелік және 100 теңгелік монета. Сен бірліктерді, ондықтарды қосу білесің, иә? Монеталармен, яғни ақшаны есептегенде де дәл солай. Қазір алдағы тапсырманы орындаған кезде түсінетін боласың. Енді төмендегі әмияндарға назар аудар. Әмиян деп отырғанымыз орысша айтқанда кошелек. Төменде 3 түрлі түсте берілген. Ендеше оқиық. Әрбір әмиянда қандай монеталар болуы мүмкін дейді. Мына бірінші тұрған әмиян ол сырымдікі, екінші әмиян Алияныкі, үшінші әмиян Санаттікі. Сырымда 10 теңге бар дейді. Ол қандай монеталар болуы мүмкін? Оның әртүрлі нұсқасы бар, иә? Ол 10 теңгелік монета болуы мүмкін. Яғни мынау. Немесе 5 теңгеліктен 2 монета болуы мүмкін. 5-ке 5 қосқанда 10 ғой, міне 10 теңге болады. Немесе 2 теңгелік монетадан 5 болуы мүмкін. 2 қосу 2 4, оған 2 6, 8 10. Немесе 5 теңгелік бір монета және 2 теңгелік 2 монета, 1 теңгелік 1 монета болуы мүмкін. Барлығын қосқанда 10 теңге шығады. Міне осында бірнеше нұсқасын жасауымызға болады. Алияда 15 теңге дейді. Ода қандай монеталар болуы мүмкін? 10 теңгелік монета болуы мүмкін. Міне Алияда, иә? Және 5 теңгелік монета болуы мүмкін. Немесе дәл жаңағындай 5 теңгелік монетадан 3 болуы мүмкін. Немесе 2 теңгелік монетадан 10 данасы болуы мүмкін. Міне осылай әртүрлі нұсқаларды қарастыруға болады. Санатта 18 теңге бар дейді. Санатта қандай монеталар болуы мүмкін? 10 теңгелік және 5 теңгелік және 1 теңгелік монеталар болуы мүмкін. Немесе 10 теңгелік және 2 теңгелік монетадан 4 болуы мүмкін. 18 болу үшін. Міне осылай кез келген құнды, бағаны, я ақшаны әртүрлі монеталармен таңдап алуға болады екен. Енді былай дейді. Төменде әр әмияннан 5 теңгеден алынды. Олардың әр қайсысында қанша теңгеден қалды дейді. Қазір әр әмиянның ішінен 5 теңгеден алып көрейік. Сырымның әмиянында 10 теңге бар, оннан 5 теңгені азайтамыз. Сырымда 5 теңге қалды. Міне. Алияда 15 теңге болды. Одан 5 теңгені азайтамыз. Алияда 10 теңге қалды. Санатта 18 теңге болды. 18 теңгеден 5 теңгені азайтамыз. Санатта 10 теңгелік бір монета, 2 теңгелік бір монета және 1 теңгелік бір монета қалды. Міне, осылай әртүрлі нұсқаны таңдап алуға болады екен. Сонымен, біз бұл монеталарды қайда қолданамыз? Әрине, күнделікті өмірде дүкенге барып, қажет затымызды алған уақытта біз монеталармен
ақша төлейміз, иә? Сонда дүкенге барғанда біз нені көреміз? Біз әр заттың бағасын көреміз. Яғни біз тегін ала алмаймыз. Біздің қалаған кез келген затымыз әртүрлі бағада болады. Мысалы, йогурт 90 теңге, шоколад 100 теңге, нан 70 теңге, тура сол сияқты басқа да заттардың өзінің бағасы болады. Сонымен баға деген ол не екен? Баға ол кез келген сенің алғалы тұрған затың үшін төленетін ақша. Ол ақшаны біз монеталармен төлейміз, иә? Немесе қағаз купюрамен төлейміз. Бірақ бүгін біздің өтіп жатқан тақырыбымыз монета болғаннан кейін біз монеталарды қарастырамыз бүгінше. Яғни 90 теңгені біз кез келген монетамен төлей аламыз. 100 теңгені де солай қоса отырып таңдап алу арқылы төлейді екенсің. Келесі бетке өтейік. 101 бетте. Номер 2 тапсырма. Екінші тапсырмада былай дейді. Тапсырманы орында. А және Ә тапсырмасы. Біз А тапсырмасынан бастайық. Сонымен берілгенін оқимыз. Әлияда 100 теңге бар. Сырымда 60 теңге бар. Әлияның қанша теңгесі артық? Біз қазір есептің шартын құрып аламыз, сұрағын анықтаймыз және шешуі мен жауабын жазатын боламыз. Сонымен бізде белгілі сандарымыз 100 және 60. 100 теңге ол кімнің ақшасы? Әрине, ол Әлияның ақшасы. 60 теңге кімнің ақшасы? Ол сырымның ақшасы. Екеуінде де қанша ақша бар екені белгілі. Есептің сұрағы мынадай, міне сұрақ. Әлияның қанша теңгесі артық? Қараймыз. Кімде ақша көп? Әлияда ма, сырымда ма? Дұрыс, сырымда. Әлияда. Яғни Әлияның сырымнан қанша теңгесі артық деп сұрап тұр. Әлияның ақшасы көп, сондықтан Әлияның тұсына жазамыз. Әлияда қанша теңге артық сырымға қарағанда? Осы жерде ережені еске түсірейік. Артық немесе кем санды табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 100 бен 60-тың айырмасы 40-қа тең. Сұраққа жауап береміз. Әлияның қанша теңгесі артық? Әлияның сырымнан 40 теңгесі артық. Міне есепті шығардық. Келесі Ә тапсырмасы. Монеталар мен 100 теңгені, 60 теңгені жинап көр дейді. Ал жинап көрейік. Қандай монеталар бар екен біз білеміз. Енді 100 теңгелік монетаны шығару үшін біз қандай монеталарды қолданамыз? Біз 50 теңгелік монетадан екеуін қолдануымыз мүмкін. Немесе 10 теңгелік монеталарды қолдануымыз мүмкін. Бұл жерде 30, 40 теңге, 50 теңге, және бір 50 теңгелік монетаны осылай қолдануымыз мүмкін. Тағы сол сияқты әртүрлі нұсқаларды қарастыруымызға болады, яғни берілген монеталармен. Немесе 100 теңгені біз 20 теңгелік монеталармен де жинауымызға болады. 20 теңге, оған 20 қосамыз 40 теңге, тағы да 20 қосамыз 60 теңге, тағы 20 қосамыз 80 теңге, тағы да 20 100 теңге. Яғни 20 теңгелік 5 монетаны қолдансақ 100 теңге шығады. Міне 100 теңгенің әртүрлі нұсқасын жасадық. Енді 60 теңгенің әртүрлі нұсқасын жасап көрейік. Бұл жерде 6 10 теңгелік монетаны қолдануға болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Немесе 20 теңгелік монетадан 3 қолдануымызға болады. 20 теңге қосу 20 теңге 40 теңге, оған 20 60 теңге. Немесе 50 теңгелік бір монетаға 10 теңгелік бір монетаны қоссақ болады. Міне
біз 100 және 60 теңгені монеталармен жинап көрдік. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Қазір келесі тапсырманы шығаратын боламыз. Бұл үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада былай дейді: сана және сұрақтарға жауап бер дейді. Міне. Сонымен біз мына жерде 5 әмиянды көріп тұрмыз. Әр әмиянда неше теңге бар? Бұл жерде біз, балалар, монета және ақша, теңге деген ұғымды ұмытпауымыз керек. Монета деп тұрғанымыз, олар мына дөңгелек темірлер, былайша айтқанда. Олардың саны данамен есептеледі, штукпен, неше дана екені. Ал ақшаны біз теңгелерді қосу арқылы есептейміз. Мысалы, бірінші әмиянда неше монета бар? Монета саны 1, 2, 2 монета бар. Ал бірінші әмиянда неше теңге бар? Неше теңге бар екенін анықтау үшін біз мына 5 теңгеге 1 теңгені қосамыз, 6 теңге бар. Міне, осылай есептеуіміз керек. Келесі, екінші әмиянда неше монета бар? Екінші әмиянда 1 монета бар. Неше теңге бар? 10 теңге бар. Үшінші әмиянда неше монета бар? 1, 2, 3. 3 монета бар. Неше теңге бар? 5-ге 2 қосамыз 7, 7-ге 1 қосамыз 8 теңге бар. Төртінші әмиянда неше монета бар? 1, 2, 3, 4 монета бар. 4 штук монета. Неше теңге бар? 5-ге 1 қосамыз 6, 6-ға 1 7, 7-ге 1 8 теңге бар. Бесінші әмиянда неше монета бар? 3 монета бар. Бесінші әмиянда 3 монета бар. Ал неше теңге бар екен? 5-ге 2-ні қосамыз 7, 7-ге 2 9 теңге бар. Міне анықтадық. Енді артық сызбаларды өшіріп тастайын, кедергі болмас үшін. Енді төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: қайсы әмиянда ақша аз? Қарайық. Бірінші әмиянда 6 теңге, екіншіде 10 теңге, үшіншіде 8 теңге, төртіншіде де 8 теңге, бесіншіде 9 теңге. Қай әмиянда ақша аз? Бірінші әмиянда, онда ең аз ақша 6 теңге бар. Екінші сұрақ: қайсы әмиянда ақша көп, ең көп? Екінші әмиянда, онда 10 теңге бар. Үшінші сұрақ: қайсы әмиянда монета көп, монетаның саны? Бірінші әмиянда 2 монета, екіншіде 1, үшіншіде 3, төртіншіде 4, бесіншіде 3. Қайсында монета көп? Төртіншіде монета көп, Міне жаздық. Қайсы әмиянда монета аз дейді соңғы сұрақта? Әрине, екінші әмиянда монета аз. 1-ақ. Сонда қорытындылап өтейік. Монета дегеніміз олардың саны. Монеталардың саны неше дана бар екені. Ал теңге деп отырғанымыз сол әмиянның ішіндегі ақшаның құны жазылған, саны. Қанша теңге бар екені. Ары қарай кеттік. Келесі төртінші тапсырма: теңдеуді шешу дейді. Оны дәптерге шығаратын боламыз. Барлығы 4 теңдеу берілген. Теңдеулер монетамен берілген. Бірақ бұл дегеніміз кәдімгідей біздің өзіміздің үйренген, шығарып жүрген теңдеуіміз түрінде шығарамыз. Мысалы, Y қосу 1 теңге деп тұр, тең 10 теңге дейді. Енді осыны жазайық. Y пен 1-дің қосындысы 10-ға тең деген теңдеуге сәйкес келеді бұл, Екінші теңдеу X қосу 2 тең 10. Міне мынау. Үшінші теңдеу 50 азайту Y тең 20 дейді. Төртінші теңдеу X азайту 20 тең 10 дейді. Міне. Енді осы теңдеулерді шығарып көрейік.
Ең алғашқы бірінші теңдеуде қосылғыш белгісіз. Міне. Қосылғыш белгісіз болғанда біз не істейтін едік ереже? Егер қосылғыш белгісіз болса, біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. 10 мен 1-дің айырмасы 9-ға тең. Тексереміз. Y-тің орнына мәніне 9-ды қойдық. 9 мен 1-дің қосындысы 10-ға тең. 10 мен 10 тең. Теңдеу дұрыс. Екінші теңдеуде де дәл солай. Бұнда да қосылғыш белгісіз. Егер қосылғыш белгісіз болса, қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. 10 мен 2-ның айырмасы 8-ге тең. Тексереміз. X-тің мәні 8-ге тең. Қосу 2 тең 10. 10 мен 10 тең. Теңдеу дұрыс. Үшінші теңдеуде азайтқыш белгісіз. Ереже қандай еді? Азайтқыш белгісіз болса, біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. 50 мен 20-ның айырмасы 30-ға тең. Тексерейік. 50 азайту 30. Себебі Y-тің мәні 30 болды мұнда. Тең 20. 20 мен 20 тең. Соңғы теңдеуде енді керісінше азайғыш белгісіз. Азайғыш белгісіз болса, азайтқышқа айырманың мәнін қосамыз. 20 мен 10-ның қосындысы 30-ға тең. Тексереміз. X-тің мәні 30-ға тең болғандықтан, мұнда X-тің орнына 30-ды жазамыз. 30 азайту 20 тең 10. 10 мен 10 тең. Міне, төртінші тапсырмада берілген теңдеуіміз осылай шығады. Келесі тапсырма, соңғы 5-ші тапсырма. Не сатып алатыныңды таңда, төлем жасайтын монеталарды жина дейді. Мына заттардың ішінен өзіңе бір затты таңдап ал. Сен дүкеннен не сатып аласың? Қызанақ, лимон, алма немесе банан. Және сол затқа қандай монеталармен төлем жасайсың, сол нұсқалар таңда дейді. Мысалы, мен алма алғым келеді. Алманың құны 80 теңге тұрады, бағасы. Мен 80 теңгені төлеу үшін мынандай монеталарды қолданамын. 50 теңгелік монетаны, 20 теңгелік монетаны және 10 теңгелік монетаны. Міне 80 теңге шықты. Немесе мен 20 теңгелік монетадан 4-еуін қолданамын. 20, 40, 60, 80. Тура сол сияқты әртүрлі нұсқаны жазуға болады. Сен өзің бір затты таңдайсың және осындай монеталармен төлеу нұсқасын көрсетесің. Міне оқулықтарға берілген тапсырманы орындадық, енді жұмыс дәптеріне көшейік. Сонымен дәптеріміздің 13-ші бетін аштық. Монеталардың құны тақырыбына 2 тапсырма берілген. Алғашқы тапсырмадан бастап орындаймыз. Тапсырмада былай дейді. Әр әмиянда барлығы неше монета, неше теңге бар дейді. Дәл жаңағындай. Монета деп тұрғанымыз олардың неше дана екені тауып жазамыз, неше штук екен. Неше теңге дегенде біз қанша теңге бар екенін бір-біріне қоса отырып санаймыз. Ендеше кеттік. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші әмиян. Міне тұр. Бірінші әмиян, екінші әмиян, үшінші әмиян, төртінші әмиян. Енді қазір біз әр әмияндағы монета санын мұнда жазып шығамыз. Сонымен, бірінші әмиян. Міне бірінші әмиян. Санайық монета сан. Неше монета бар? 1, 2, 3, 4. 4 монета бар екен. Енді неше теңге бар екенін мұнда жазамыз. Неше теңге бар мұнда? 2, 2-ге 2, 4, 4-ге 2, 6, 6-ға 2, 8 теңге бар екен. Келесі, екінші әмиян. Екінші әмиянымыз міне. Монеталарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5 монета бар. Неше теңге бар екен санаймыз. 1-ге 1 қосамыз. 2, 2-ге 1 қосамыз. 3, 3-ге 2 қосамыз. 5,
5-ке 2 қосамыз, 7 теңге бар екен. Ары қарай, үшінші монета. Міне үшінші монета. Үшінші әмиян, кешірім өтінем. Бұнда монеталардың саны нешеу? 1, 2, 3 монета бар. Енді онда қанша теңге бар екенін санайық. 5-ке 2 қосамыз, 7, 7-ге 1, 8 теңге бар екен бұнда да. Келесі төртінші әмиян. Төртінші әмиян міне монеталарды санаймыз алдымен. 1, 2, 3, 4 монета бар. Неше теңге бар екен барлығы? 5-ке 1, 6, 6-ға 1, 7, 7-ге 1, 8 теңге бар екен. Міне, әр әмиян мен ондағы монеталардың санын және қанша теңге бар екенін кестеге толтырып шықтық. Енді ары қарай келесі тапсырмаға өтеміз. Дәптеріңе дәл осылай жазып қойсаң болады. Түсіндірме сызбаларын өшіріп тастадым. Екінші тапсырмада теңдік пен теңсіздік құрастыр және жаз дейді. Теңдік дегеннің біз не екенін білеміз, және теңсіздіктің де не екенін білеміз, иә? Ендеше кеттік. Алдымен мұнда алғашқысына өтейік. Сол жақтағы әмиянда неше теңге бар? Санай ғой. 20-ға 20, 40, 40-қа 20, 60, 60-қа 10, 70, 70-ке 10, 80 теңге бар екен. Міне, енді оң жақтағы әмиянда қанша теңге бар екен санай ғой. 50-ге 10, 60, 60-қа 20, 80, 80-ге 20, 100. 100 теңге бар. Қай әмиянда ақша көп? Әрине, оң жақтағы әмиянда ақша көп. Сондықтан да 180-нен артық деп белгілейміз. Келесі, төмендегі бөлікке қарай ғой. Сол жақтағы әмиянда неше теңге бар? 100 теңге. Оң жақтағы әмияндағы монеталар саны. Сонымен 20-ға 20. 40, алдымен 20 теңгеліктер саны болайық. 40-қа 20, 60, 60-қа 20, 80, 80-ге 10, 90, 90-ға 5, 95, және оған тағы 5, 100. Міне, салыстырамыз. Екі әмиянда бірдей ақша бар, сондықтан екеуі өзара тең болады. Бұнда да салыстыру таңбаларын қойып, теңдіктер мен теңсіздіктерді осылай дәптеріңе жазып ал. Мен артық сызбалардың барлығын өшіріп қоямын. Дәптерге тек қана теңдіктер мен теңсіздіктерді жазасың. Міне монеталардың құны тақырыбына берілген барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Ендеше келесі сабақта кездескенше.